Барлықтарыңызға сәлем, сізді каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін назарларыңызға дайындалу өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын тағамның рецептімен бөлісемін. Құрамында ет жоқ, бірақ сонда да өте тойымды болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалайық. Ең алдымен бізге керектілерді дайындаймыз. Бұл жерде саңырауқұлақ, яғни шампиньоны қолданамыз. Көлемі үлкенірегін алыңыз. Сол кезде ішіне де көбірек салма сиятын болады. Ең алдымен саңырауқұлақтарымызды тазартып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бастап осылай шамалы бетіп тартып қалсаңыз пышақпен өте оңай тазарынады. Сыртындағы жұқа бір қабығын алып тастаймыз. Сосын жуып шамалы құрғатып аламыз. Енді саңырауқұлақтарымызды дайындау үшін осылай ортасындағысын аламыз. Және де ішіне көбірек салма сыю үшін пышақтың көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылай тағы да кішкене үлкейтеміз. Ортасынан шыққандардың барлығын бір ыдысқа жинап отырыңыз. Одан біз қазір салмасын жасайтын боламыз. Дәл осылай міне барлық саңырауқұлақтарды дайындап аламыз. Енді ортасынан шыққандардың барлығын ұсақтап, көбік қылып турап аламыз. Енді ары қарай басқаларын дайындаймыз. Мен бұл жерде осындай тауық етінен жасалған сосиски қолдандым. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша оны ауыстырсаңыз да болады. Тауықтың етіне немесе фаршқа алмастыруға болады. Сосискиді да көбік қылып турап аламыз. Және де болгар бұрышын мен бұл жерде жартылай ащы бұрышты қолдандым. Ал сіз тәтті бұрышты қолдансаңыз да болады. Оны да ұсақтап тураймыз, сосын пиязды да ұсақтап тураймыз, және чеснокты да ұсақтап турап дайындап аламыз барлығын. Енді табамызға шамалы май құйып, пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пияз кішкене сарғыш түске енген кезде, оның үстіне туралған сосиски немесе ет болсын, фарш болсын саламыз, және де туралған болгар бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Шамалы біздің сосиски мен болгар бұрышы қуырылғанша дейін ұстаймыз. Сосын оның үстіне чеснокты саламыз, және де дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Шамалы араластырғаннан кейін, чеснокты салғаннан кейін өте ұзақ қуырудың қажеті жоқ, ол күйген сайын дәмі бұзылып кетеді. Шамалы ғана қуырғаннан кейін саңырауқұлағымызды саламыз, және оттың астын осы кезде кішкене баяулатамыз. Содан кейін бетін жауып кішкене бұқтырамыз. Міне осымен біздің салмамыз дайын. Енді шай қасықтың көмегімен саңырауқұлақтардың ішін жақсылап толтырамыз. Шамамен 2-2,5 шай қасықтай ішіне кететін болады. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз, және де 30-35 минут пісіріп аламыз. Одан кейін барып үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті салып, тағы да шамамен 15-20 минуттай ұстаймыз. Егер сіз ірімшіктің қызарғанын, қоп-қоңыр болғанын қаласаңыз, ұзақ ұстасаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша 10-15 минут ұстайсыз. Міне осымен біздің тағамымыз дайын. Ерекше дәм беру үшін үстіне укроп себеміз, және де дастарханға ұсынсаңыз болады. Бұл тағамды ыстықтайды және салқын күйінде де жесеңіз өте дәмді. Қазір кесіп, ортасын көрсетеміз. Өте сондай тәбетті ашатын тағам. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.